Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді кимчидің жасалу жолын көрсететін болам. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі капуста таңдап аласыздар. Осыны турап дайындайтын боламыз. Мен капустаны осылай турап алдым. Енді 4 литр үстіне су құям. Бұл судың ішіне 4 үлкен қасықпен тұз салынып, ерітілген қайнаған су. Осыны құям да бір күнге сақтап қоям. Суымды құйып болдым. Енді осыны бір күнге сақтайтын болам. Бетіне осылай табақ төңкеріп, үстіне ауыр затпен бастырып, салқын жерге шығарып тастаймын. Салқын жерден капустамды алып келдім. Дұрыстап тұрып жуып алдым. Міне қарап отырсаңыздар, жұмсақ болып, гибкий болып тұр. Енді осының үстіне соусын дайындап, салып араластырамыз. Үстіне сәбізді осылай теркіден өткізіп аламыз. Көп емес, шамалы салайық. Укроп саламыз. Енді мұнда қоспаларын жасап аламыз. Корейский салаттарға осындай весовой перецтерді пайдаланам. Мынау чили бұрышы, осыдан ыдысына салып аламыз. Осының үстіне ащы қызыл бұрыш саламыз. Шамалы қосамыз. Үстіне тұз қосамыз. Осының үстіне ыссы су құямыз. Чеснок өткіземіз. Қоспаларым дайын болды. Міне үлкен 2 зубчик чеснок пайдаландым. Осыны араластырып, салатымызға қосамыз. Мен салатым міне өте әдемі болып шықты. Осыны банкіге сақтау жолын көрсететін болам. Жаңағы бұрышымызға, ыдысымызға тағы да салып аламыз. Менде мұнда паприка бар. Паприкадан салам. Үстіне чеснок өткізем. Үстіне ыстық су құям. Осыны салатымыздың үстіне құйып, банкіге жауып тастаймыз. Міне қыздар, бір орташа капустадан осындай салат шықты. Күнделікті түскі асқа, кешкі асқа шығарып бере берсеңіздер болады. Қазір қақпағын жауып, салқын жерге холодильникке салып тастаймын.